Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, математика сабағымыздың 70-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз кері есептер. Бұл сабақта біз есепке талдау жасауды, шығаруды үйренеміз. Есімізге түсірейік. Осыған дейін біз қосу мен азайту өзара кері амалдар екенін өткенбіз. Осы ереженің негізінде кері есептер құрастыруды үйренеміз. Оқулығымыздың 16-шы бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аудар. Есептер құрастырып, оларды шығар. Суретке назар аударайық. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар томарқұлақ пен арыш тапты. Томарқұлақ, арыш деген саңырауқұлақтардың атауы. Суретке қарасаңдар, ақшыл болып келген саңырауқұлақтар томарқұлақтар, ал қоңырқай болып келген арыш. Енді санайық. Төменгі жаққа қарасақ, есептерге үлгілер берген. Бірінші А нұсқасындағы сызбаға қарайық. 5 томарқұлақ және 3 арыш тапты. Бізде барлығын сұрап тұр, астыңғы сызық бізде барлығы деген сұрақ болатын. Енді қысқаша жазуға назар аударайық. Томарқұлақ 5 дана, арыш 3 дана, барлығы қанша дана? Шешуі 5 қосу 3 тең болады 8 дана. Яғни біз барлығы деп сұрайтын болсақ, қанша бізде бөліктер бар, соларды бір-біріне қосатынбыз. Жауабы 8 дана саңырауқұлақ. Енді келесі сызбаға назар аударайық. Ә нұсқасына қарасақ, бізде барлығы 8 дана саңырауқұлақ жиналған. Оның 5-еуі томарқұлақ. Қаншасы арыш? Қысқаша жазайық. Томарқұлақ 5 дана, арыш белгісіз, барлығы 8 дана. Егерде бізде барлығы белгілі болатын болса, белгісіз бөлікті табу үшін белгілі бөлікті азайтамыз. Яғни шешуіне қарайық. 8 барлығы, алу 5, бұл томарқұлақ. Тең болады 3 дана. Бұл арыштың берілгені. Жауабын жазамыз. Жауабы 3 дана арыш. Келесі сызбаға назар аударайық. Б нұсқасына қарайық. Барлығы белгілі, арыш 3 дана, томарқұлақ сұрақ. Енді томарқұлақтың қанша екенін табамыз. Дәл жаңағы екінші есептегіге ұқсас, енді керісінше арышты табамыз. Қысқаша жазамыз. Томарқұлақ белгісіз, сұрақ белгісін қоямыз. Арыш 3 дана, барлығы 8 дана. Бізде барлығы белгілі болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Шешуі 8 азайту 3 тең болады 5 дана. Жауабы 5 дана томарқұлақ. Есіңде сақта. Мұндай есептер өзара кері есептер деп аталады. Яғни, есептің шартында белгілі шама, керісінше ізделінді шамаға, яғни белгісіз шамаға айналатын болса, бұл кері есептер деп аталады. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар, оларды салыстыр. Бізде қосымша дәптер бар болатын, сол дәптерімізге осы А, Ә, Б нұсқаларын шығарып, салыстырып көреміз. Біріншісін оқиық. Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге қанша саңырауқұлақ терді? Барлығын табу үшін 2 бөлікті қосамыз. Дәптерімізге есептің шартын қысқаша жазайық. Әлия неше саңырауқұлақ терді?
Дұрыс. 10 с. Саңырауқұлақты қысқаша с деп белгілейік. Келесі кім? Сырым. Сырым неше саңырауқұлақ терді? 20. Дұрыс. Енді екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? Барлығы деген белгіні қоямыз, сұрақ белгісін қоямыз. Шешуі астына. Барлығын табу үшін екі бөлікті қосамыз, е? 10 қосу 20. Тең болады 30 саңырауқұлақ. Жауабын толық жазамыз. Жауабы барлығы 30 саңырауқұлақ. Келесі ә нұсқасын жазып көрейік. Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Сырым неше саңырауқұлақ терді? Жазамыз қысқаша. Әлия 10 саңырауқұлақ. Сырым белгісіз саңырауқұлақ. Барлығы 30 саңырауқұлақ. Шешуін жазамыз. Бізде барлығы белгілі болса, үлкен саннан кіші санды азайтатынбыз. 30 алу 10 тең болады 20 саңырауқұлақ. Жауабын жазамыз. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Б нұсқасы. Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Әлия неше саңырауқұлақ терді? Шартын өзің жазып көр. Б нұсқасы тура ә нұсқасына ұқсас, тек керісінше Әлияның неше саңырауқұлақ тергенін шешіп көре ғой. Өте жақсы балалар, үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Берілген амалдарды жылдамдыққа есептеп көрейік. Тамаша. Дәптермен жұмыс. Жұмыс дәптеріміздің 9-шы бетіндегі кері есептер тақырыбына берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада есептер құрастырып, оларды шығар. Суретте бізде арыш және томарқұлақ берілген. Неше данадан берілгенін санап, А және Ә нұсқасына орындарын толықтырып жазамыз. Өте жақсы. Екінші тапсырмада берілген амалдарды орындаймыз. Бүгінгі сабақта қаншалықты түсіндік астында тұрған бағдаршамға белгілейміз. Егер барлығы түсінікті болса, жасыл түсін бояймыз. Егер қандайда сұрақтарың болса, сары түсті бояймыз. Егер де сабақ мүлдем түсініксіз болды, қиналдым дейтін болса, қызыл түсін бояймыз. Кері байланысыңа көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.